Selam dostlar, sizlerмен Energy Tasher бүгінгі видеода өте жаман теманы қозғағым келіп отыр достар. Енді бүгінгі тема МКП говно. МКП детский понятиялардың ойына. Блин, айбай бетім әлі де ауыртты бар ғой. Неге бетім ауыртты десеңіздер, кеше түнде Майнкрафт ойнап жатып, и тупо папа келіп қалады, и сол кезде, сол моментте құлап түсем. Сөйтіп папаға боқтап беремін. Не деп боқтап беремін деп қояйын. Сөйтіп папа келді, бетіне сылқ еткізді, сонымен жатты маңырап. Содан кейін Майнкрафтты жек көріп кеттім. Кәдімгі Майнкрафт нервті құртады. Енді содан кейін Майнкрафтқа вообще желание жоқ. Енді соңғы сіздерге видео түсіріп қалайын деп едім. Енді соны айтып, Майнкрафт детский понятие. Майнкрафт енді қалай детский понятие десеңіздер, енді уже үш баладан естідім. Біріншісін Бенди роднойымның қалада тұратын бір қалалық жерлестігі ма, досы ма, білмейді. Сол бір кланда отқан кезде айтты. Сол күліп отты да, мен де күле саламын. Сонымен қатарласып айтты да, не детский понятиясын, мен күлесін алам. Но бетін васпетті. Сонымен бір түрлі болып қалдым. Екіншісі Нелегант деген бір кланда отқан едік. Сол бәріміз отырдық та, айтты, Майнкрафт тастасаңдар, соғында Free Fire ойнайық та, мынау Free Fire көшсеңдер деді. Бірақ жеттім, көшейін дедім, бірақ көше алмадым. Сөйтіп Майнкрафт қайтып келдім. Деп өтірік айтып жатсың. Деге бұл өтірік кликбейт. Кім сенді лайктан басып ана жазылып көттіңіздер. Бірақ бұның ішінде шындығы да бар. Үшіншісін айтайын, детский понятие деп кім айтқан айтайын. Менің класстасым роднойым 30-ына жаңа жылдың бір күнге отырысқа отырған болатынбыз, өзіміз класс болып. Сөйтіп лайын және зет болмайтын бір нәрсе күліп отты да, сөйтіп айттым да, детский понятиясын ғой дедім да, класстасым айтты да, сол роднойым, сенде детский понятиясын деп бетіме басып айбай, сол кезде жаман болып қалдым. Енді жеге менде сол кезде көзім жетті, менің өзімнің детский понятие екенімді. Енді детский понятие десе детский понятие болып қала салмаймын ғой. Енді просто бетіме сүйегім өтіп кетті, детский понятие дегеннен кейін уже жылына қашып кетті де. Но мен сіздер үшін ютубтан кетпеймін да, Майнкрафтты тастамаймын да, до конца Алланың қолын, Алла қаласа жүреміз, Алла қаламаса жүрмейміз. Енді барлық Алланың қолында, енді сіздердің де арқаларыңызда, егер сіздер лайктаңыз басып ана жазылып жүрсеңіздер, мен міндетті түрде қалантын боламын ғой Майнкрафтта, МКП-де. МКП говно. МКП говно деп айтқанның себебім, МКП говно деген кликбейт, бірақ детский понятие деген шындық. Ақиқат, МКП говно деп кликбейт жасап хайпап еттім, бірақ негізінде шынымен говно. Шынымен нервімді алады. Не ана папам менің бетімнен ұрды, боқтап бергенім өтірік. Енді сіздерді сендіріп, типа прикол для прикола ретінде сіздерді тарттым өзіме қарай. Енді сіздер тартылсаңыздар, міндетті түрде лайктаңыз басып ана жазылып кетіңіздер. Енді неге детский понятие? Майнкрафт шындығында негізінде 13-14 жасқа дейін арналған ойын. 14-13 жастан кейін уже Майнкрафт ойнамайтын жас емес. Шыны керек ойланып қарасаңыздар. Ал менің жасым 15-те, келесі жылы бізге 11. Енді бізде емтихан, яғни ОБТ бізде бақылау түрінде емес, тест түрінде емес, бізде электронды түрде өтетін болды. Компьютер жүйеде біз қатысым болды. Ол өте жаман біз үшін. Білесіздер, компьютерден көзіңізді алсаңыздар, немесе артық, немесе өзгеше бір қимыл іс-әрекет жасасаңыздар болды, компьютер өшіріліп, сіздерді оқудан компьютердің алдын босатып, класстан шығарып жібереді. Сол сондықтан мен алдағы уақытында ойлаймын, сол проблема болып тұр бізге 10 сыныптағыларға. Сол енді Майнкрафт тастайын деген ой емес. Енді скоро күтіңіздер, бізде нуб
пен про нуб 2 нуб жайлы видео шығады, күтіңіздер. Сіздер лайктарыңызды басып ана жазылып отырыңыздар. Бізден мынандай ой болып тұр. 2 нуб банк тонады деген контент болып тұр. Соны түсірсек, сіздер соны қолдасаңыздар, біз сол жайлы контентті жалғастырып кететін боламыз. В общем, әртүрлі контентті түсіріп кететін боламыз. Соны бір нақты ойға келіп, сондайды түсіретін боламыз. Енді диске понятно, неге Шелзи Аско, неге Денфи, Шейзи, неге солар не диске понятно деп видео шығармайды десеңіздер, өйткені шындықты айтайын, өтірік болмасын, жаман болса да бетіне басып айтып жатқан жоқпын, просто шындықты айтып жатырмын. Шелзи ақша үшін жүр, подписчигі үшін жүр, бірақ оған ол осы жылы бітіреді, 11-ші сыныпты бітіреді. Ол енді оқуға түсу үшін оған ақша керек. Ол себепсіз өзі үшін, пайдасы үшін емес, ол оқуы үшін ақша тауып жатыр. Өзінің отбасынан емес, өз қолымен тауып жатыр. Өз еңбегімен тауып жатыр ақшаны. Асконта 1 жыл немесе осы жылы бітірді. Ол менен жас или менен 1 жас үлкен қызы. Но ол подписчик үшін базар жоқ. Әлі каналын сатқан жоқ. Шелзи болса 2 каналын сатып жерді уже. Вот сол. Шейзи неге детский понятие деп шығармайды? Он-то скоро желаниесі қашып жүр. Ол неге күніге видео шығады? Ол монетизация қосу үшін видео шығарып жатыр. 5000-нан астам просмотр жинау үшін. Сол үшін белгілі уақытқа дейін 5000 просмотр жинау үшін күніге видео шығарып жүр. Жайдан жай шығармайды ешкім видеоны. Сол 5000 просмотр жетсе, оған монетизация қосылып ақша табады. Ақша қанша табады? Шелзи кеше ғана видео шығарды, мен қанша табыс табам деген до конца көрмеймін, әйтеуір табыс табады, сонша табыс табады. Енді сол, ешкім ютубтан жайдан жай жүрмейді, ютубқа ақша үшін келеді шындығында. Мен де негізінде келесі жолы айтатын болым, өзімді не үшін келгенімді, қалай келдім, солай келдім. В общем, келесі жолы айтатын болым. Бүгінгі видео осы. Сіздермен болған өнер жетті. Аман түзсінші, қош, сау болыңыздар. Давайте, смело лайктарыңызды басып кетіңіздер. Давайте.